Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін сіздерге өте жұп-жұмсақ, үлпілдек бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Жұмсақтығын ұзақ уақыт бойы сақтайды. Сондықтан видеоны өткізбей мұқият қарап, каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойыңыз. Дәл қазір мендегі ыдыста 300 грамм жылы сүт, 300 грамм жылы су құйдым, тағы да үстінен 300 грамм жылы сүт құйдым. Сонда 600 грамм сүт, 300 грамм су болды. Немесе осыны алмастырып жасауға болады. 300 грамм сүт және де 600 грамм сумен бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Үстінен 5-6 граммдай дрожж саламыз, яғни бір қасық толтырып болады, бір шай қасық. Қант саласыздар. Бұл жерде мен қантты үлкен ас қасықтың көмегімен 3 ас қасықты толтырып салдым. Келесі кезекте сұйық май құямыз. 1 ас қасық және 2 ас қасық сұйық май құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және тұз салуды ұмытпаңыздар. 1 шай қасық толтырып тұз салғандарыңыз дұрыс. Міне, қазір мен осыдан кейін тұз саламын. Міндетті түрде барлығын толық араластырыңыздар. Ішінде қанты, тұзы және де толықтай жұмыртқасының барлығы араласуы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай толтырып тұз салдым. Келесі кезекте електен өткізілген ұнды салатын боламыз. Біздегі көлем 900 грамм сүтімізге 1,5 килограммдай ұн кетеді. Плюс-минус есептейсіздер, 50-100 граммдай болуы мүмкін. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі. Ұнды біріншіде 1 кило 400 граммды бірден салсаңыздар болады. Кейін қолмен араластыру барысында жұмсақтығына қарай тағы да ұн қосып отырсаңыздар болады. Қазір менде массам сұйық болып қалды. Дәл осындай қоймалжың масса кезінде ұнды қосыңыздар. Бауырсақтың жақсы болып көтерілуі және де формасын дұрыс ұстауы осы қамырының дұрыс иленуіне, көтерілуіне байланысты. Срогы өтіп кетпеген дрожжды пайдалансаңыздар, жаңағы сіздің қамырыңыз жақсы көтеріледі. Ал тығыздығына келетін болсақ, қатты емес, сұйық масса емес, орташа көлемдегі, қолға жабыспайтын, сондай кәдімгі мантыға илеген сияқты, одан сәл ғана жұмсақтау қамыр болуы қажет. Оның тығыздығына қарай көресіздер. Егер сұйық осындай қоймалжың масса болып бара жатса, үстінен ұн себе отырып, осылай толықтай қамырды біріктіріп аламыз. Міне, менің қамырым бірікті. Енді үстіне аздаған сұйық май қосамыз. Қосып алдым. Немесе сұйық майдың орнына кәдімгі маргаринді ертіп қосуға да болады. Толықтай сұйық май ерігенше, яғни бір-біріне араласқанша қамырды толық илейміз. иі қанған осындай жақсы қамыр болуы қажет. Енді бетін жауып жылы жерге 1,5-2 сағатқа қалдырамыз. 1,5-2 сағаттан кейін біздің қамырымыз көтеріледі. Көтерілгеннен кейін үстеліңізге аздаған жаңағыдай ұн емес май сеуіп аласыздар. Ұн сеуге де болады, қыздар. Сосын 3 суалаға мен сопақша етіп бөліп дайындап алдым. Көріп тұрғандарыңыздай қамыр қолға жабыспайтын жақсы қоймалжың қамыр болып тұр. Яғни мантыға илеген қамырдан сәл ғана жұмсақ болады, қыздар. Өте сұйық болып кетпесін және де өте қатты болып қалмасын. Оқтаудың көмегімен ұн себе отырып жайсаңыздар, қамырыңыз жабыспай жақсы жайылады. Және де оны көтерілуге тағы да бетін жауып 15 минутқа, 20 минутқа қалдыратын боламыз. Міндетті түрде біздің қамырымыз көтерілу қажет. Ұн сеппей жайсаңыздар, кішкене жабысың қырап қалады. Сондықтан ұн сеуіп, барлығын теп-тегіс етіп жайғандарыңыз дұрыс. Осы дөңгелек етіп кесеміз. Қазір кескеннен кейін жан-жағында қамырлар қалып кетеді. Оны қайтадан домалақтап, тағы да жарты сағатқа қойып, сосын оны қайтадан қамыр біріккеннен кейін дөңгелек етіп жаюға болады. Егер уақытыңыз көп болса, егер уақытыңыз тығыз болса, ары қарай духовкаға салып, нан ретінде нан жауып алсаңыздар болады, қыздар. Сонымен қатар, қыздар, каналымда өте дәмді ыстық тағамдардың, салаттардың рецепттері бар. Міндетті түрде парақшама, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Instagram парақшамда да түрлі рецепттермен бөлісемін. Қызып тұрған майымызға осы бауырсақтарымызды салып, екі бетін қызартып пісіріп аламыз. Екі бетін ауната отырып пісіріп алсаңыздар да болады, немесе бір бетін қызартып, сосын екінші бетін тағы қызартуға да болады. Мен қайта-қайта екі бетін ауната отырып пісіріп осылай алдым. Көріп тұрғандарыңыздай бауырсақтарым ісініп, осындай томпақ болып, күшті болып шығады. Және де осылай бөлек ыдысымызға немесе қағаз сүлгіге оқырмандар,
осы видео ұнаса, төменгі жақта поделиться деген бөлім тұр, соны басып WhatsApp желісінде ағайын-туыстарға, қыз-келіншектер группаларына, чаттарға жіберіп қоюыңызды сұраймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Каналыма тіркеліп алыңыз.